Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын жусай қосылған ораманың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Балаларыңызға да өздеріңізге де ұнайтыны сөзсіз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма бұрын соңды жазылмаған болсаңыз жазылып, қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, жаңа рецепттерді көріп отыратын боласыз. Алдымен мискамызға қажетті ұн мөлшерін електен өткізіп салып аламыз. Осы ұнның үстіне бір жұмыртқа жарамыз және салқын бөлме температурасындағы суға бір шай қасық тұз қосып, араластырып, осы суды қамырымызға қосамыз. Описание бөліміне барлық құрамын және мөлшерін жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Қамырымыз иленді, енді жарты сағаттай тындырып қоямыз. Бізге керегі осындай фарш және жусай. Жусайды осылай ұсақтап турап аламыз. Және пияз керек болады. Пиязды мен блендерден өткізіп алдым. Блендер болмаса, ұсақтап турауға болады. Осы үш ингредиенттің үстіне тұз, бұрыш қосамыз. Және үстіне аздап сұйық май қосамыз. Қолымызбен жақсылап осылай араластырып алғаннан кейін, енді тынып тұрған қамырымызды алып, осылай жаюға болатындай ыңғайлы 3 бөлікке немесе 2 бөлікке бөліп аласыздар. ұн қосып отырып жұқалап жайып алған қамырымыздың үстіне енді сұйық май жағамыз. Барлық шет-шеттеріне де жеткізіп жағу керек. Фаршымыздың бір бөлігін осылайша салып, барлық жеріне жайып шығамыз. Ораманы осылай шетінен алып ораймыз. Орамамызды орналастырамыз. Үстінен тағыдан сұйық май жағамыз.
сұйық май жақса беті жылтырап әдемі болып піседі. Міне 40 минуттың ішінде орамамыз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл.